Армысыздар, менің құрметті көрермендерім. Арнаға қош келдіңіз. Міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Сіздермен бүгін өте оңай, арзан, үй жағдайында дайындалатын капуста по-корейски жасайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым. Сізге қырыққабат, сәбіз және сарымсақ қана керек болады. Осы бір үш құрамы арзан тұратын өнімдерден өте керемет ет тағамдарымен керемет үйлесім табатын, арзан болғанымен қоймай, құрамы өте пайдалы, тәбет ашатын салат дайын болады. Алдымен қырыққабатты осылай төртбұрыштап турап бір ыдысқа салып аламыз. Одан кейін үстінен тұзын салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Кішкене қолыңызбен қысқылап жіберсеңіз, кішкене капусталар жұмсаратын болады. Жақсылап араластырғаннан кейін 10-15 минутқа міндетті түрде қоя тұрыңыз. Және капусталардың ішінде жаңа өте қабатталған, ашылмай қалған тұстары болса, қолыңызбен бөлшектеп жіберіңіз. Сол кезде аралары ашылып, жақсы тұз алатын болады. Енді сәбізімізді арнайы сәбіз үккіштен өткізіп аламыз. Мен 2 сәбіз қолдандым. Өте көп қосқан жоқпын. Сіз өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Енді сәбізімізді қырыққабаттың үстінен қосып, салатымызды жинақтауға кірісеміз. Сарымсақты осылай ұсақтап турап, немесе күштен өткізіп алыңыз. Одан кейін чили қосыңыз, паприка қосыңыз және сірке суын кішкене қосып алыңыз. Одан кейін қантымызды қосатын боламыз. Барлық мөлшерін мен описанияға жазып қалдырамын. Енді осы бұрыштардың үстінен қайнап тұрған сұйық майымызды құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Өте керемет, тәбет ашатын салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ең соңынан сарғыш түс беру үшін куркуманы қосатын боламыз. Мен өте көп қосқан жоқпын. Кішкене жарты шай қасықтай ғана қостым. Енді жақсылап араластырғаннан кейін шама келгенше бір түнге салқындау жерге қойып қойсаңыз, өте керемет болып тұздалып, маринадталып тұратын болады. Міне ыдысқа салғандағы көрінісін сіздерге көрсеткім келді. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лүпіліңізді, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Келесі видеоларда жолыққанша.